Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін боямақты жинауды көрсететін боламын. Ең алдымен барлық керекті беттерін дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Сегіз миллиметрлік пружинаны қойып, видеода көрсеткендей ашып аламыз. Боямақтарымызды рет-ретімен қойып, осылай пружинамызға кигізіп аламыз. Ең алдымен картон, үстіне боямақ. Стикерімізді да, титулын листі да осылай қойып аламыз. Пружиналарды қайтадан жауып, міне осындай дайын боямақты алатын боламыз. Оп-оңай негізі, жасап көріңіздер.